Есітің һәм жасаң. 5-ші кітап. А тарихы. Құдайдың жолындағы сынаулар. Сәлем әзиз достар. Жасыл кітаптағы суретлер һәм оларда баян етілген тарихи вақиялар Құдайдың мұқаддес кітабынан алынған. Бұл суретлер оллы адамлардың ең қиын болған жағдайларда Құдайдан жәрдем алғанын туралы айтып береді. Кассетаны тыңлап, суретлерге қараң. Сигналды ескеніңізде нәубеттегі суретке өтің. Бірінші сурет. Неманның Елишаның үйіне келуі. Елиша Құдайдың Исраилдағы оллы пайғамбары һәм халықтың ұстазы еді. Бір күні Неман деген бір адам оның үйінің алдында келіп тоқтады. Ол күшлі һәм мәрт жауынгер болғанлықтан Сирия армиясында әскербасы болып қызмет ететін еді. Ал Сирия болса Исраилдің дұшпаны еді. Тосаттан Неман мақау кеселге жолықты. Ол Елишаның бұл кеселді емлей алатығының естіп Исраилға келді. Бірақ Елиша хәтті оның менен сәлемдесуге де шықпады. Ол Неманға айтатығын гәплерін құлы арқалы айтып жіберді. Құл Неманға Елишаның айтқанын жеткеріп бұлай деді. Йордан дариясына барып, оның суына 7 мәртебе жуын. Сонда сен бұл дәртіңнен құтыласаң. Бұл сөзді естіп, Неманның қатты қаһары келді. Ол, мен Елишаны қасыма келіп, өзі Құдайының атын айтып шақырып, мені мақау кеселден емлейді деп қатты сенген едім, деді де ашуменен жұлқынып қайтып кетті. Екінші сурет. Неман Йордан дариясында. Неманның құллары оған ғазепленбе, өзіңді жоғары тұтпа деп мәслихат берді. Олар Елишаның әпуайы көрсетпесіне құлақ салуға Неманды көндірді. Солай етіп, Неман Йордан дариясына келіп, дария суына 7 мәртебе шомылды. Суретке қараң. Неман жүдә қуанышлы, себебі оның мақауы бұратала жазылып кетті. Елиша адамлардан қорқпайтұғын еді. Тек ол оллы Құдайға ғана сенді. Не керек болса, әммесін істеуге Құдайдың құдіретлі екенін, адамлар өзлерінің дәртлерінің құтылуы үшін Құдайға бойсыну керектігінде ол жүде жақсы білетұғын еді. Үшінші сурет. Елиша һәм Құдайдың әскерлері. Сириялылардың Исраилға хүжім қылуға келетұғынын Құдай бәрқұлла Елишаға алдын ала айтатұғын еді. Елиша бұны патшаға айтып ескертетұғынын. Сондықтан Сириялылар оларды жеңе алмайтұғын еді. Сирия патшасы өз әскерлеріне барып, Елишаның қай жерде екенін табың, мен оны тұтып алуым керек деді. Бір күні таң азанда Елиша менің оның құлы Елишаны тұтып алу үшін кетірген Сириялыларды көріп қалды. Құлы, ұстаз, енді не қыламыз деп бақырды. Елиша болса, қорқпа. Біздер тәрептегілер, олар тәрептегілерден көбірек деді. Сонда құлы айналаны дүгіріклеген отлы атлар менен арбаларға көз түсті. Бұл оларды қорғау үшін жіберілген Құдайдың әскерлері еді. Төртінші сурет. Елиша һәм көп санлы армия. Сириялылар Елишаны тұту үшін жақылағанда ол Құдайға бұлай деп дуа етті. Бұл адамларды соқыр қыл. Сол уақытта әмі әскерлерінің көздері көрмей қалды. Елиша оларға жақыласып, менің ізіме еріңлер, мен сіздерді ізлеп кетірген адамыңызға алып бараман деді. Елиша барлық соқыр адамлардың Исраилдің бас қаласы Самарияға алып барды. Сөйтіп сол жерде Елиша Құдайға және дуа етіп, ием, бұл адамлардың көздерін аш деді. Сонда Сириялылар өздерінің дұшпан қаласында тұрғанын көрді. Исраил патшасы оларды өлтірмекші болды. Бірақ Елиша оған, олар ішіп жейтұғын бір нәрсе берді, босатып жібер, деді. Достар, Елишаның Құдайы біздің барлық дұшпанларымыздан да күшлірек. Егер біздер Құдайға сенсек, онда дұшпанларымыздан өш алуға құрынбауымыз керек. Бесінші сурет. Самарияның қамал қылынуы. Сириялылар Исраилға және ұрсашудың жолын іздестірді. Олар ұзақ уақыт Самария қаласын қоршап алды. Көп ұзамай қаладағы Исраилылардың жеуге ауқаты да қалмады. Суретке қараң.
Исраилдің патшасы қаланың дюалының үстінде айланаға қарап тұрғанда, оның алдына аялдар керіп жәрдем беруін сұрады. Олар соншел аш болғандықтан, хәтті өздерінің балаларын да жейтұғын еді. Патша не қыларын да білмейді. Өздерін сириялылардың қорғамағаны үшін оның Құдайға ғазабы келді. Сөйтіп, Құдайдың қызметшісі болған Елишаны өлтіруге қарар қылды. Сонда Елиша патшаға бұлай деп хат жазып жіберді. Иеміз Құдай бұлай дейді: ертең осындай уақытта Самарияның дарвазасының алдында ұн менен бездай сатылады. Алтыншы сурет. Мақау кесел болған 4 адам. Сол уақытлары Самарияның дарвазасының алдында мақау кеселменен кеселленген 4 адам отыратұғын еді. Олар біздерге бұл жерде қалып өліп кетудің не керегі бар? Жүріңдер, сириялылар тәрепке өтеміз деп өзара сөйлесетұғын еді. Сол кезде сириялылар әскерлер бастырып кетірғанға ұқсаған күшлі шауқымды естіді. Олар қатты қорқып кеткендіктен әмме затларын таслап қашып кетті. Мақау кеселлер сириялылардың шатырына келгенде, ол жерде бір де адам қалмаған еді. Олар ауқатларды және де не қалесе барлығын алды. Кейін олар бір-біріне: бұл ісіміз дұрыс емес. Бүгін жақсы хабарлар күні, ал біздер болсақ бұларды ешкімге айтпадық десті. Олар тез Самарияға қайтып келіп, патшаға болған уақияны айтып берді. Көп ұзамай адамлар сириялылардың шатырларына қалған ауқатларды Елишаның айтқанындай Самарияның дарвазасының алдында сата бастады. Солай етіп, Құдай Исраил халқын һәм оны қызметшісі Елишаны құтқарды. Достар, Құдай біздерді мәңгілік зұлымлықтан құтқару үшін Иса Масихты жіберді. Бұл жүде жақсы хабар. Біздерде сол мақау кесел болған адамдар сияқлы бұл қош хабарды басқаларға жеткеруіміз керек. Жетінші сурет. Юнустың Құдайдан қашуы. Елиша өлгеннен соң Исраилда Юнус пайғамбар туылды. Құдай Юнусқа: орныңнан тұр, Ниневия қаласына бар да, ол жердің халқының тәубеге келуі үшін уаз айт. Ол жердің адамларының қандай жауыз екенін білемін деді. Ниневия халқы да Исраилдің дұшпаны еді. Юнус Ниневияға барғысы келмей қашуға әрекет қылды. Ол ұзақ мемлекетке кетіп баратырған кемені тапты да, жол хақысын төлеп, кемеге мініп кетіп қалды. Көп ұзамай теңізде дауыл басланып, кемедегі адамлар қатты қорқысты. Олар: келіңлер, шек таслайық, сөйтіп кімнің айыплы екенін табайық десті. Солай етіп, олар шек таслап, Юнустың айыпкер екенін біліп қойды. Сегізінші сурет. Юнус һәм балық. Кемедегілер Юнустан: сен не істеп едің деп сұрады. Ол өзінің Құдайдан қашқанлығын айтып берді. Сонда олар Юнусқа: теңіздің тынышлануы үшін сені не қылса екен деді. Мені теңізге таслаң. Дауылдың біздерге қауіп тудыруына мен себепші екенлігімді білемін деді Юнус. Адамлар Юнусты өлтіргісі келмеді. Дегенменен дауыл кем-кемнен күшейе бергендіктен олар Юнусты теңізге таслады. Бірақ Юнус өлмеді. Суретке қараң. Юнусты үлкен балық жұтып жіберді. Ол балықтың қарында 3 күн жасады. Соңынан балық Юнусты құрғақлыққа шығарып таслады. Тоғызыншы сурет. Юнус Ниневияда. Құдай Юнусқа және былай деді: Ниневияға барып мен айтқан бұйрықты жарияла. Енді ол Құдайға бойсынып Ниневияға барды. Ол халыққа 40 күннен соң Ниневия ойран етіледі деп ескертті. Патша һәм бүткіл халық зар еңіреп, Құдайдан мейірім шапағат сұрады. Олар өздерінің натуры жолларынан қайтып тәубе қылды. Құдай оларды ойран қылмақшы болған ниетінен қайтты. Достар, біздер Юнусқа һәм Ниневия халқына ұқсаймыз. Біздер Құдайға бойсынбай күнә істер істедік. Біздер жазалануға лайықпыз. Бірақ Құдай біздерді сүйеді. Ол біздерді сақлап қалу үшін Иса Масихты жіберді. Сондықтан біздер күнәкарлықтан қайтуымыз керек. Иса Масих біздерді құтқару үшін өлді. Юнустың балықтың ішінде 3 күн болғаны сияқлы, Иса Масих та қабірде 3 күн болды. Кейін ол қайта тірілді. Әзір ол күнәкарлықтан қайтып, оның ізіне ерген әр бір адамға
мәңгілік өмір інам ете алады. 10-шы сурет. Эстер һәм патша. Эстер Исраилі Яхуди қызы болып, атанасы қайтыс болғаннан соң, оған дайысы Мардахей қамқорлық қылды. Эстер менен Мардахей Исраил халқы менен бірге тұтқынға түсіп, Персия патшалығына алып кетілген еді. Персия патшасы жүдә қаһарлы адам болып, һәмме оннан қорқатығын еді. Бір күні патшаның хаялы оның ашуын келтірді. Сонда патша оннан бас кешіп, басқасына үйленбекші болды. Бұның үшін ол патшалығындағы барлық сұлу қызларды алдына алып келуді бұйырды. Қызлар ішінен ол Эстерді хаяллыққа таңлады. Бірақ Эстер Яхуди екенін ешкімге айтпады. 11-ші сурет. Мардахейдің Аманға тәжім етуден бас тартуы. Аман Персия патшалығында ұлы деп есапланған адам еді. Ол киятырғанда оған һәмме тәжім ету тиіс еді. Мардахей тек қана жалғыз құдайға сиынатығын болғанлықтан Аманға тәжім етуден бас тартты. Аманның қаһары келіп, Мардахейден өш алмақшы болды. Бір күні ол патшаға былай деді: Яхудилер патшаның бұйрығын орынламай жатыр. Һәмме яхудилер жоқ қылынсын деген бұйрық тарқады. Аман бұл ұсынысқа патшаны көндіру үшін пұл берді. Соң белгіленген күні яхудилерді өлтіру керектігі туралы халыққа жариялады. Ал Мардахейді асу үшін үлкен дар таярлады. Мардахей Эстерге патшаның алдына барып, халқын құтқарып қалуы тиіс екенін айтты. Бірақ Эстер, егер кімде-кім патшаның алдына шақырылмастан кіріп барса, ол өлтіріледі деді. Соңынан яхудилердің өзі үшін дуа етуін өтініш қылып, мен патшаның алдына бараман, мейлі өлсем өлейін деді. 12-ші сурет. Эстердің зияпаты. Құдай яхудилердің дуасына жауап берді. Патша Эстерді қабыл қылды. Ол патшаны арнаулы зияпатқа мұрат етті. Мұрат етілгендердің ішінде Аман да бар еді. Зияпатта отырып патша Эстерден: Эстер, менен не сұрамақшы едің деп сұрады. Эстер бұлай деп жауап берді: Хүрметлі патша, менің тілегім сол, маған һәм бүткіл халқыма өмір бағышла. Себебі мен де, халқым да өлімге үкіметілгенбіз. Сонда патша, бұндай бұйрықты беруге кімнің батылы бар деген деп бақырды. Біздің дұшпанымыз бұл жауыз Аман болады деді Эстер. Патша Аманның жауыз жобаларын ескенде қатты ғазапленді. Ол Аманды Мардахей үшін таярлап қойған дарға астырды, ал барлық яхудилерді болса азат етті. Достар, Эстер өз халқын құтқару үшін өлімге де таяр еді. Бірақ Иса Масих біздерді соншелі сүйгендіктен һәммемізді мәңгілік өлімнен сақлап қалу үшін өзі өлді. Сізден өтініш: магнитофонды осы жерде тоқтатып, кассетаны аударың. Һәм бұл жерден естуді баслаң. Нәубеттегі суретке өтің. 13-ші сурет. Даниил һәм оның достары. Даниил һәм оның достары Яхуди миллетінен болып, олар дұшпанлары тәрепіне тұтқынға алынып, Бабилон жеріне алып кетілген еді. Бабилон патшасы олардың өзіне қызмет етуін қалайтұғын еді. Соның үшін олар Бабилон үрп әдеттерін һәм тілдерін үйрену керек еді. Даниил һәм оның достары патшаның айрықша олар үшін таярлаған ауқатларын жеуден бас тартты. Себебі бұл ауқатларды жеу яхудилердің үрп әдетіне қайшы келетұғын еді. Себебі олар Құдайдың низамларын орындау һәм оған бойсыну керек екендігін білетұғын еді.
Сондықтан олар ақуатлану үшін бақша өнімдерін, мейве һәм су сорады. Балаларды бағып атырған адам олардың азып кетіп, кеселленіп қалуынан қорқатығын еді. Бірақ Құдай оларға қамқорлық қылды. Олар Бабилондағы жастарға қарағанда бір қанша мықтырақ һәм ақылырақ болды. 14-ші сурет. Даниил һәм Бабилон патшасы. Бабилон патшасы түс көрді. Ол өзінің данышпанларына түсін жорып беруін өтінді. Бірақ олардың еш қайсысы да оның түсін жори алмады. Сондықтан патша олардың һәммесін өлтіруді бұйырды. Сонда Даниил достарымен бірге Құдайдан дуа етіп сұрады. Құдай Даниилге патшаның түсін ашып берді. Даниил патшаның алдына барып былай деді: аспанда һәмме нәрсенің сырларын ашып беретін Құдай бар. Ұлы Құдай патшаға келешек туралы айтады. Патша түсінде һәмме патшалықларды көрді. Кейін ол олардың һәммесін ойран қылған ұлы патшалықты көрді. Бұл мәңгілік давам етуші Құдайдың патшалығы еді. Даниил бұны патшаға айтып бергенде, патша оған миннеттар болды. Данышпанлар құтқарылып қалынды. Ал Даниил болса бүткіл Бабилон үстінен басқарушы болып тайынланды. 15-ші сурет. Алтын бұт. Бабилон патшасы алтыннан үлкен бұт орнатты. Ол өзінің қол астындағылардың һәммесін келіп, осы бұтты көруге шақырды. Патшаның қызметшілері адамларға намаз шертіліп, оның дауысын естігеніңізде жерге жығылып, алтын бұтқа табынуыңыз тиіс. Кім оған табынбаса, от жанып тұрған пешке тасталады деп бұйрық берді. Сонда Даниилдің достары Сидрах, Мисах һәм Абдинаго бұтқа сыйынудан бас тартты. Олар жалғыз Құдайға дуа етті. Бұны көргенде бірнеше адамлар патшаға барып: айырым яһудилер сенің бұйрығыңды орындамай атыр. Олар сенің Құдайыңа қызмет қылмай, алтын бұтқа табынудан бас тартып атыр деді. Он алтыншы сурет. Отлы пеш. Патша Сидрах, Мисах һәм Абдинагоны алып келу үшін адамларын жіберді. Олар әкелінгенде патша оларға былай деді: егер сіздер алтын бұтқа сыйынбасаңыз, от жанып тұрған пешке тасланасыз. Қайсы Құдай сіздерді құтқара алады екен? Біздер қызмет қылып атырған Құдай біздерді құтқарады, бірақ хәтте ол құтқармаса да, біздер алтын бұтқа сыйынбаймыз деп жауап берді олар. Солай етіп, Сидрах, Мисах һәм Абдинаго отлы пешке тасланды. Соннан соң патша былай деп бақырып жіберді: қараңлар, оттың ішінде тұрған 4 адамды көріп тұрман. 4-шісі Құдайдың ұлына ұқсайды. 3 адам отлы ошақтың ішіне шыққанда, олардан хәтте түтіннің де иісі шықпады. Сонда патша былай деді: Сидрах, Мисах һәм Абдинагоның Құдайы өзінің періштесін жіберіп, өз қызметшілерін құтқарды. Басқа ешбір Құдай бұлай істей алмас еді. 17-ші сурет. Даниил Құдайға дуа етіп атыр. Сол елде Даниил үлкен абыройға ие еді. Басқа үкімдарлар оның абыройын қызғанды. Олар Даниилден ешбір кемшілік таба алмайтұғын еді. Себебі Даниил патшаның айтқанларын қылатұғын еді. Сонда Даниилдің дұшпанлары патшаға барып: егер кім меннен басқа бірден-бір адамға ямаса Құдайға дуа етсе, арсланлар орнына тасланады деп пәрман шығар деді. Патша бұған келісім берді. Сөйтіп жаңа бұйрық шығарылды. Даниил де патшаның жаңа бұйрығы хақында естіді. Бірақ ол күндегідей Құдайға дуа етуін дауам етті. Дұшпанлары оның дуа етіп атырғанын көрді де патшаға барып: Даниил сен шығарған бұйрыққа бойсынбай атыр деді. Он 18-ші сурет. Даниил арсланлар орнында. Патша Даниилдің арсланлар орнында өліп кетуін қаламайтұғын еді. Соның менен бірге ол өз бұйрығында өзгерте алмас еді. Сондықтан Даниил арсланлар орнына тасланды. Ертеңіне таң азанда патша арсланлар орнына қарай жүгірді. Һәм Даниилді шақырып: Даниил, Құдайың сені арсланлардан құтқара алды ма деді. Менің Құдайым өз періштелерін жіберді. Олар арсланлардың аузын жауып қойды деп жауап берді Даниил. Патша қатты қуанды. Даниил арсланлар орнынан шығарылды. Соңынан патшаның бұйрығы бойынша Даниилдің дұшпанлары арсланлар орнына тасланды.
арсланлар оларды сол саатта тілкімлеп таслады. Достар, егер біздерде Даниил һәм оның достарының тірі Құдайына сенетұғын болсақ, адамлардың жәрдеміне мұқтаж болмаймыз. Хәтті адамлар біздерді өлтіріп тастаса да, бәрібір біздер үмітке иеміз. Себебі Иса Масих біздерге өлімнен соң Құдайдан өмір алып беру үшін келді. Он 19-шы сүрет Нехемия ұлы патшаның алдында. Нехемия Құдайға сенетұғын еді. Ол Даниилден кейінгі уақытлары Бабилонда жасайтұғын еді. Оның ата-бабасы жасаған қала Иерусалим қиратылған еді. Ал сол жерді жасаушы яһудилер болса, апатшылық қарсаңында еді. Нехемия ұлы патшаның қызметшісі еді. Бір күні ол патшаға шарап ұсынып тұрғанда, патша оннан «Не үшін қапасаң?» деп сұрады. Нехемия оған Иерусалим һәм оның халқы туралы айтып берді. Сонда патша «Не қылуды қалайсың?» деді. Нехемия ішінен Құдайға дуа етті де патшаға «Мені ата-бабамның қаласына жібер. Мен оны қайтадан тіклеймін» деді. Құдай Нехемияның дуасына жауап берді. Патша оның өтінішіне келісім берді. Жиырмаланшы сүрет. Нехемия қираған қаланы көріп атыр. Патша Нехемияға құрылыс материалларын һәм жәрдем беру үшін адамларды берді. Олар жолға шығып Иерусалимге келді. Нехемияның дұшпанлары бұны естіп ашуы келді. Олар ешкімнің яһудилерге жәрдем беруін қаламайтұғын еді. Нехемия олардан қорқпады. Ол Иерусалимнің ахуалын өз көзіменен көрмекші болып, қаланың қираған диуаларының дөңгелегін айланып шықты. Оның не істеп атырғанын еш кімнің көріп қалмауы үшін бұл істі кеште істеді. Келесі күні азында Нехемия яһудилерді шақырып алып былай деді: «Жүріңдер, Иерусалимнің диуаларын қайта тіклейік. Сөйтіп біз енді қорлықта болмаймыз». Ол яһудилерге Құдайдың өздері менен бірге екенін, олардың өз дұшпанларынан қорқпауы керектігін айтты. Сонда яһудилер Нехемия менен бірге істеуге разы болды. Жиырма бірінші сүрет. Қайта тіклеу. Сүретке қараңдар. Яһудилер диуалды қайта тіклеуді баслады. Олардың айырымлары диуалларды құрып, дарвозаларды орнатса, айырымлары тасландыларды тазарады. Яһудилердің дұшпанлары оларға және де жаузырақ қатынас жасап, жұмыс істеп атырған уақытында оларды өлтірмекші болды. Соның үшін Нехемия Құдайға және дуа етті. Себебі ол не істеу керек екені хақында Құдайдың өзі көрсетпе беруіне мұқтаж еді. Кейін ол істеп атырған адамларды қорғап тұру үшін әр жерге құралланған адамларды қойды. Әр бір адам қолына құрал алып, сауашқа таярланды. Дұшпанлар Нехемияны да, яһудилерді де өлтіре алмады. Солай етіп, диуал 52 күнде қайта тікленді. Жиырма екінші сүрет. Ездраның низамды оқуы. Диуаллар қайта тікленгеннен соң бүткіл яһуди халқы Иерусалимге жиналды. Құдайдың пайғамбары Ездра оларға мұқаддес кітаптан оқып берді. Адамлардың базылары жылай баслады. Себебі олар өздерінің Құдайдың низамына бойсынбағанлығын, сол себеплі Құдай олардың дұшпанларына қаланы қиратуға мүмкіншілік бергенін білетұғын еді. Яһудилердің күнәдан қайтып, Құдайдың жолына түскісі келді. Нехемия халыққа түскінлікке түсіп қапа болмаңлар. Иеміздің қуанышы сіздердің күшіңіз деді. Достар, сіздер қуанышқа иесіз бе? Егер біздер Құдайды білсек, оның мұқаддес кітабына құлақ салсақ, ол біздерге қуаныш һәм иләһи күш береді. Енді мен сіздерге Құдайды Нехемиядан да жақсырақ біліп алуыңыз мүмкін екенін түсіндіріп беруім үшін рұқсат беріңіз. Жиырма үшінші сүрет. Иса Масих атанақ ағашта.
Құдайды білудің тек қана бір жолы бар. Осы жолды көрсету үшін Құдай Иса Масихті жіберді. Иса Масих көп жылдар жерде жасады, һәм адамларға жәрдем беру үшін жүдә көп іслерді істеді. Ол біздерге Құдайға қалайынша лайықлы болуды көрсетті. Бірақ біздер Құдайдың жолынан жүрмей, оған қарсы күнә істедік. Күнә үшін жаза, мәңгілік рухи өлім болып табылады. Құдай Елишаны, Даниилді һәм басқа да адамдарды өлімнен сақлап қалды. Бірақ ол Иса Масихті өлімнен сақлап қалмады. Құдай рехимсіз адамлардың Исаны өлтіруіне жол қойды. Олар атанақ ағашқа шегеледі. Солай етіп, Иса Масих өзі күнәсіз болса да, біздің күнәларымыздың жазасын өзіне алып, өлімге разы болды. Себебі ол біздерді сүйеді. Иса Масих біздердің күнәларымызды өтегені үшін әзір Құдай біздерді кешіре алады. Һәм біздер оның алдына бара аламыз. Ол біздердің рухымызға өмір береді. Енді біздер Құдайды тани аламыз, сүйеміз һәм оған қызмет қыламыз. Жиырма төртінші сурет. Иса Масих мәңгілік өмір жолын көрсетеді. Достар, өмір біздерді өлімге басылайтұғын кең һәм үлкен жолға ұсайды. Әр бір адам Құдайға қарсы болған. Біздер әммеміз шайтанның жолындамыз. Бұл жол өлгенімізден соң біздерді мәңгілік жазаға басылайды. Иса Масих біздерді бұл жазадан құтқару үшін азапланып өлді, һәм 3 күннен кейін қайта тірілді. Сол арқалы ол біздерге Құдайға баратын жолды көрсетті. Біздер енді Исаның көрсеткен жолынан баруымыз керек. Бұл қиын һәм тар жол. Айрым уақытлары біздерде Даниил һәм оның достары сияқты қиналуымыз мүмкін. Бірақ Иса Масихтың жолы біздерді аспанға алып барады. Ол жерде қиналу жоқ. Ол мәңгілік қуаныш һәм тынышлық хүкім сүретуған жер. Құдай да сол жерде. Иса Масих былай деген: мен жолман. Мен арқалы болмаса ешкім әкеге бара алмайды. Солай екен, енді Иса Масихқа сеніп, дуа етіңдер. Оннан көздеріңіз үшін Құдайға жол көрсетуді сұраңдар.